Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен пияз нан дайындаймыз. Ол үшін ыдысымызға жылы сүтімізді құйып аламыз. Сүттің температурасы жылы болуы маңызды. Ашытқыны қосамыз. Қант қосып араластырамыз. Тұз қосамыз. Және де тағы да араластырамыз. Және мен майонез және қаймақ қостым. Бұл екеуін бірдей қосу міндетті емес, екеуін біреуін қоссаңыздар болады. Өз қалауларыңызша. Сұйық май қосамыз. Және тағы да жақсылап араластырамыз. Дайын болған массаны бөлек алып қоямыз. Сол уақытта пияздарымызды ашып, осылай видеода көрсетілгендей етіп жұқа қылып тураймыз. Міне осылай турап алдым. Енді осыларды табаға аздаған май құйып қуырып аламыз. Қызарғанша қуырамыз және жаңағы массаға ұнды пияздарды қосып отырып, осылай қамыр илейміз. Жылы жерге қойып қоямыз. Осылай қамырымыз ашып болған соң, оны бірнеше бөлікке бөлеміз. Мен 3 бөлікке бөлдім, ол өздеріңіздің қалауларыңызша. Және де пияз нандарымызды 220 градуста пешімізді қыздырмай пісіреміз. Бетіне мен жұмыртқа жақтым. Бұл маңызды емес. Алайда жұмыртқаны жақсаңыздар, нандарыңыз жұмсақ әрі әдемі болып піседі. Міне біздің пияз нанымыз осымен дайын. Өте дәмді болып шықты. Сіздерге дайындап көруге кеңес беремін. Ұнаса каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Назгүл, сау болыңыздар.